тіршілік жарын таба алмай жүрген қыз-жігіттердің назарына. Елімізде үйленбеген еркектер мен тұрмыс құрмаған арулардың қай өңірде көп екені белгілі болды. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше бойдақтардың ең көбі Түркістан облысында тұрады екен. Онда 254 мыңнан астам жігіт пен 227 мың нәзік жанның жүрегі бос. Екінші орында Алматы облысының тұрғындары жайғасқан. Бұл өңірде 223 мың еркек кіндікті мен 194 мыңнан астам бұрымды әлі екінші жартысын кездестірмеген. Ал керісінше отбасын құруға асыққан жігіттердің көшін Атырау бастап тұр. Мұнайлы өлкеде 59 мың ғана бойдақ бар екен. Ал неке көтермеген арулардың ең аз үлесі солтүстік Қазақстан облысында. Мұнда шамамен 46 мыңға жуық қыз ғана тұрмысқа шықпапты. Дәл осы знакта 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап газбен жүретін кез келген автокөлік өзіне жапсыру керек болады. Егер жапсырылмаған жағдайда айыппұл төленеді. Әр қаңтарда газдың әңгімесі. Осы знакты енді қымбаттап бермесе болғаны.